Ассалаумалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Құрметті Бүйігіміз Түркістан YouTube каналының оқырмандары, қонақтары. Мынау бейне жазбада көріп тұрсыздар. Аппақ қардың қалыңдығы 20-30 сантиметр болып тұр. Бұл ағамыз бізден Арқалық қаласынан 20 мың дана шылаушын алған былтыр. Енді қазір 1 жыл болды. Алғанына 1 жыл болып қалды. Осы қазір Арқалықта минус 40 градуста шылаушындардың жағдайын бір көрсетіп бейне жазба жүрген екен. Мына ағамыз қас болам дегенше айтып берсек, осы ағамыздың бағып жатқан 20 мың дана шылаушыны қазір ені ұзындығы 20 метр, ені 3 метр жерде көбейіп, өніп өсіп, 4 түлік малдың тезегінен табиғи тыңайтқыш өндіріп жатыр. Осы шылаушындардың минус 40-дағы жағдайы қандай болатынын көрсетіп, ағамыз бейне жазба түсіріп жіберіпті. Міне бетіне 15 сантиметр, 20 сантиметр сабан жапқан, оның астында 1 метр 20 сантиметр биіктікте көң жатыр. Сол көңнің астында бүткіл жерде шылаушын жүр. Енді мына жерде сабанды ашады. Сабанды ашқаннан кейін бетінде 7-8 сантиметр көң тоңғытқан. Ол тоңнан кейін плюс 7 градус болып тұр. Ал сыртта минус 40, тоңнан кейін плюс 7 болып тұр. Ал қолын тағы сүңгісе, ол жағы уже плюс 10, 15, 20 градус болып кетеді. Төмен деген сайын. Яғни қысқа қарай көңнің биіктігін үлкейтеміз де осылай шылаушынды бағамыз. Енді Құдай қаласа жалпы ашық алқапта биогумус өндіру 7-8 айға созылады, таза биогумус өндіру. Ал бізде шылаушындардың саны көбейген сайын ол уақыт қысқара береді. Және шылаушындар тез көбейеді. Енді осы кәсіпке қызығып, кімде-кім осы көктемде шылаушын аламын деп жүрген болса, бізге хабарласыңыздар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткіземіз. Енді бұл шылаушындардың өндірген табиғи тыңайтқыштары өте керемет. Мынау ашық алқаптағы жерлерге өте орасан зор пайдасын тигізеді. Бізге хабарласыңыздар, кез келген өңірге жеткізіп береміз. Ал енді видеоны көрейік. Видеоны көріп, лайк басып, пікірлеріңізді сызып кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Мынанша слой қатқан. Осының астына уже шылаушан шығып жатыр жұмсақ. Енді бұлардың қалай өмір сүргенін көрейік. Майдалар бетінде толып жүр екен. Майда шылаушандар. Міне мына бетіндегі бәрі майдалары. Міне шылаушан арасында мін жүр. Тірі шыраймен жұмыс істеп жатыр. Если большие. А это же не домашние? Нет, вот, нет, вот, нет. в руках, вот, вот. Нет, А, нет, это нет. красненький тоже. Да, тоже красный. Не домашние здесь. А были домашние. Да, вот это летом было. Да, да. Но он на глубину ушел. Они уже ушли туда. Это были совхозные. Колхозные. Колхозные, да. Вот. Нахат астында міне бос жатыр. Бетінің бәрі. Хату ты нарушаешь их, беспокоишь. Надо посмотреть. Міне шылаушанда жүр. Ближе снимай. Ну и так хорошо видать. Вот. Мынандай майдалар да жүр міне. Ірілер де жүр. Міне. Короче, нормальный. Сөздің қысқасын айтқанда.
Сәл тереңге түсіп қойын. İçine bu шығып жатыр. Пар идет. О. Міне. Сылаушандар. 40 градустың үстінде болған температура. Міне. Беті сабанмен 10-15 сантиметр сабанмен жалған. Сабаннан кейін бір 7-8-10 сантиметрдей малақтың беті қатқан, асты бос борпылдап, мұны буы шығып жатыр. Сылаушандар өмір сүріп жатыр. Температурасы 7-8-10 болып тұр асты. Сылаушандар өмір сүріп жатыр. Жаман емес, жақсы рахат. Жағдай осындай болып тұр.